Ал құрметті көрермен, біз бүгін тілші подкаст деген алғашқы түсірілімді бастаймыз. Бұл тілші медиа жобаларының ішіндегі бір жаңа форматта көрерменге ұсынып жатқан бір тәжірибе ретінде, сынақ ретінде ұсынып көреміз. Және бізде осы түсірілімге бірнеше спикерді көздедік, бірақ ойлана келе, енді қазақта бір жақсы ырымға сенетін халықпыз ғой. Ырымдап бүгінгі подкастымыздың қонағы ретінде Айнель Әмірханды шақырып отырмыз. Айнель Әмірхан қазір белгілі қазақ тілді подкастер. Бізге енді осы алғашқы түсірілімге бір тілегін, лебізін айтса деп сәттілік тілеп қойсаңыз, сосын жалпы подкастермен подкаст түсіру меніңше әлдеқайда жеңіл, әрі біздің ары қарай күш алып кетуімізге бір ықпал етеді деп ойлаймын. Қош келдің Ақтөбеге, Айнель. Көргеніме қуаныштымын. Танысқаныма бір әрі кетсе жарты жылдың уақыты болды, бірақ бұрыннан араласатын адам сияқты бір өзім сенімен еркін сезінемін, әзілімізде жарасады, көп көзқарасыңды қолдаймын, сырттай бақылап отырамыз. Енді өзін таныстырып өтейін. Аты жөнім Асқар Ақтілеу, осы Ақтөбенің журналисі. Және мен бүгін екінші жүргізушіміз, соведущийіміз Данияр деген жас медиа маман. Біз енді көрерменге оны медиа маман ретінде қалыптастырғымыз келеді. Данияр, саған да сәттілік. Рахмет. Көп қысылмай, еркін отырып, дайындап келген сұрақтарым болса, подкаст барысында туындаған сұрақтар болса, Айнель апаннан сұрай бер. Айнель, бірден айтайын, Данияр деген сенің парақшаңды аңдып жүреді, марафондарында айтады. Мен білмейтін заттарды айтып отырады. Айнель жүгірген, Австрияға барған дейма, тағы бірдеңе. Сосын тақырып бүгін жақсы, жеңіл болады деп ойлаймын әңгімеміз. Рахмет, Данияр, рахмет, Асқар, шақырғандарыңа сәттілік. Мен жалпы енді подкаст саласында жүргеніме 4 жыл болды, сондықтан жаңадан подкаст саласына әсіресе өңірлерден қосылып жататын әріптестерімді өте жақсы көремін. Тіпті менде келмей жатып кәсіби қызғаныш болып жатырмын. Айтып жатырмын да, мен подкаст жасап жүргеніме 4 жыл болды, бірде-бір мерч жоқ та менде, мынандай стакан да жоқ та. Асқарға айтып жатырмын, сен бастамай жатып, дайындалып, футболкаң да бар, вокалдарың да бар, жарайсың. Өте бұл енді пиар саласында жүрген мамандар үшін өте қажет нәрсе. Сондықтан дайындықтарың енді кірмей жатып жақсы. Бұйырса енді осы райымыздан таймауға тырысамыз. Жақында кітабын жарық көрді. Атың шықпаса подкаст өрте деген. Подкаст жаса. Кешіресіз, мен сөздердің орнына ауыстырып алдым. Атың шықпаса подкаст жаса деген. Ол да мерчтің бір түрі деп ойлаймын. Пиар саласында жүргесін, ол да маңызды. Кітабын қолыма тиді. Каспий дүкеннен бір 20 күн жүріп келдім. Боранға тап болды да, кешігіп жетті. Оқып үлгермедім. Тек ішінде бірен саран моменттерді байқадым. Подкаст түсірген кезде не істеу керек? Соны оқыған кезде менде үрей пайда болды. Студияның уақыты, басқасы деген сияқты. Бірақ енді ойлаймын, бәрін еңсереміз деп ойлаймын. Енді сұрақ. Подкастқа неге, осы форматқа неге кірдің? Бұл қиын формат деп ойлаймын. Шығыны да көп, ресурсы да көп талап етеді. Қорықпадың ба? Қазақ журналистикасында енді монетизация деген өте әлсіз. Соған қарамастан қалай кіріп кеттің? Содан кейін мүмкін кезек келсе мен де айтармын, бірақ бірінші сенің білгім келеді. Енді мен подкаст саласына 2019 жылы хобби ретінде келдім. Мен ол кезде жалдамалы қызметкермін. Тіпті кітабымды алып жатқан адамдар болса оқитын шығар, ол жайлы және көптеген кездесулерде жиі айтамын. Хобби ретінде келдім, себебі мен үшін ұзақ жыл пиар саласында қызмет атқардым, бірақ менің негізгі мамандығым, ең алғашқы мамандығым журналистика саласын бітірген, бірақ журналист болып ешқашан қызмет атқармағанмын. Бірден пиар саласына, үкіметтік емес ұйымдардың жұмысына араластым да, содан біраз уақыт жүрдім, бірақ әрқашан камера көтеріп баратқан, өстіп сұхбат алып атқан әріптестерімді көрсем қатты қызығатынмын. Ішімде бір нәрсе қылт ете қалатын. Неге мен бәлкім өзімді сынап көрмедім, байқап көрмедім деген сияқты. Кішкентайымда мен өзімді, шынымды айтсам, бір айнаның алдында отырып жаңалықтарды көп оқитынмын. Мен кішкентай кезімнен 5 жасымнан бастап, әріп таныған уақыттан бастап өзімнің журналист болатыныма қатты сендім. Және болашақта сол саланы таңдадым, бірақ қызметім 20 жылға уақыт осы пиар саласына кетті. Кейін қызық өмір, мен пиар саласында жүрсем де пиар жайлы білімім болмады, дипломым болмады. Сосын
19-жыл 18-ші жылы ма есімде жоқ енді нақты оқуға түсем шетелдік университетке, Роберт Гордон University, Шотландияда орналасқан. Соның жанында пиар және коммуникация мектебі деген бар. Сол жерде бізде бір пән болады, медиа бойынша модуль болады. Сол модульде сенде талап болады, бір медиа продукт жасап, соның пиарын жасап шығуың керек. Сол кезде мен ойлаймын, не істесем болады екен, маған жаңа өзің айттың, шығыны көп. Сол кезде елдің бәрі айтады, подкаст екен күшті, 0 теңгемен бастап кетуге үлкен мүмкіндік беретін площадка деп. Сөйтіп, мен подкаст саласына келем, өзім тыңдарманмын, подкастты көп тыңдаймын, отандық подкастерлерді көп тыңдаймын. Ол кезде енді медиа саласында журналист әріптестердің қатарынан өстіп видео форматта жұмыс істеп жатқандар аз болды. Бізде диктофон болса болды, осындай аудио студияларда жазып жүрдік. Сөйтіп подкаст саласына келдім. Шын мәнінде бұл хобби ретінде басталған, сабақ үшін, жаңағы зачет алу үшін жасалған дүние болды да, кейін өзіме қатты ұнады. Сөйтіп осы подкаст саласында қалдым. 2022 жылы жұмыстан кетем. Содан кейін мен өзімді кәсіби подкастермін деп атаймын, себебі бұл менің негізгі жұмысым. Табыс табатын, елдерге ақпарат тарататын, сондықтан мен өзімді кәсіби подкастермін деп қорықпай айта аламын. Керемет. Жалпы сіздің кітапқа келдік қой, кітабыңыздың неймигі өте ұнайды маған. Атың шықпаса подкаст жаса деген. Жалпы енді сұрақ бойынша бұл подкастқа қалай келдіңіз? Осы подкаст туралы ашып кетсеңіз, себебі мен бірінші сұрағым қазір өрбей жатыр. Көбінесе көп көрермен подкаст деген нәрсені түсіне бермейді. Подкастты көбінесе жанр деп қабылдайды, интервью сияқты. Ал негізінде подкаст дегеніміз енді ол белгілі бір құрал ғой, подкастер соны орындаушы адам. Сол подкаст жайлы айтып кетсеңіз, және осы жерде РСС туралы айтып кетсеңіз, жақсы ақпарат болып кетеді. Асқар да, сен де көрермен деген сайын менің жаңағы кәсіби подкастер ретінде және атың шықпаса подкаст жаса кітабының соавторы ретінде енді маған құлағыма түрпідей тиіп жатыр, себебі подкаст оның негізгі форматы аудио форматта таралатын ақпарат. Ол жанрда біз енді әріптестер арасында өте талқыға қатты түсеміз. Бұл не жанр ма, формат па, технология. Айналып келгенде бұл технология жаңағы RSS арқылы жылдам тарататын сілтемелер арқылы бүкіл подкаст платформаларға кететін дүние. Подкаст платформа дегеніміз не? Ол Apple подкаст, Google подкаст, Castbox, бізде Яндекс Мюзик арқылы тыңдайтындар бар, Spotify, енді бізде ол әлі жоқ, бірақ десек те шетелде Spotify, бізде тек қана музыка тыңдайды, подкаст әлі тыңдалмайды. Яғни кәдімгі осы подкаст платформалар арқылы аудио күйінде тыңдалатын дүние. Бізде тыңдарман, бізде көрермен жоқ, шын мәнінде. Және сендер де мысалы тілші подкасты YouTube ғана болмайды, бірден подкаст платформаларға шығады деген менде бір үлкен үміт бар да. Сонда сендер жанрдың жаңағы формат, технология тазалығын сақтап, өздеріңізді шын мәнінде нағыз подкастермін деп айта аласыздар. Бізді подкастерді подкастер ететін мен жиі айтамын, және көп адамға ұнамайды ол. Біз подкастер болу үшін университет бітірмейміз, қандай да бір курс бітірмейміз. Ол подкастер атану үшін бірақ нәрсе жасау керек та, подкаст платформаларға шығу керек. Подкаст платформаларға сіз өлең оқып шығасыз ба, анекдот айтып шығасыз ба, 5 минуттық жаттығу жасайсыз ба, аудио форматта өстіп сұхбат бересіз ба, ол үшін ештеме маңыздысы, егер ой детоксты немесе тілші подкасты Яндекстан немесе жаңағы Apple подкасттан, Google подкасттан, Castbox'тан тапса адамдар, онда ол подкаст болады. Ал YouTube'да тауып басқа жерде таппаса, ол өкінішке орай подкаст болмайды. Және тағы бір айтатыны, көп журналистер айтады, қойшы біз контент өндіруші ретінде енді қай жерде орналасқанымызға сол үшін ұрсамыз ба дейді. Біз Асқар екеуміз Астанада бір тренингте болдық. Мысалы бізге тренинг оқыған Гүлім Амырхан, ол да қазір подкаст жасайды. Атын ұмытып қалдым, шынымды айтсам, әріптесімен бірге. Ол мысалы подкаст платформаларға шықпаған, мен оны тексердім. Соны айтады, Айнель, маңызсыз, олар өздерін подкастермін деп айтады. Ол маңызсыз дейді. Біз контент береміз, адамдар YouTube'дан да бізді қойып фон ретінде тыңдайды деп айтады. Бірақ мен шынымды айтсам, онымен онша келіспеймін. Теориясында өткенде мен талқының шет жағасын куә болдым. Сол Гүлім Амырханованың айтқаны маған да бір таба алмай жүрген
жаңағы сұрағыма жауап болды. Өйткені формат, жанр деп біраз мен миымды аштым. Біз бұл жобаны желтоқсан айында бастаймыз дегенбіз. Қаңтар өтті, ақпан аяқталып қалды, сол кезде сол тренингте шағын медиалар жобасына қатысты тренинг болған кезде Әмірхан айтқаны, Гүлім Әмірхан айтқаны, басын ауыртпа деді. Сосын мен келдім де біраз проблеманы шешіп тастағандай болды. Енді бүгінгі алғашқы жаңағы түсірілімге сені шақырып отқанымыз да сол. Біздің минустарымыз болса түзеп жіберсең, ол біз жақсы қабылдаймын өз басым. Жақсы қабылдаймыз ғой, түзетуге дайынбыз. Ертең сіз қашуға дайынбыз. жоба жақсы жүріп кетсе, біз Алматыда да маза бермейміз, хабарласып отырамыз әрдайым. Енді Ақтөбеге алғаш рет келіп отырсың, иә. Бірінші сұрақ, Ақтөбе ұнады ма? Тек шын айт. Өйткені біз жаңа бас көшемен жүріп өттік, бас даңғылмен. Екіншісі, жай келген жоқсың, ой детокс жобасының, аймақтар талқы деген жобасымен келдің. Сол алған әсерің біздің енді, ол жерде мен достарым болды, әріптестерім болды, шәкірттерім деп айтайын, оқушыларым болды, және серіктестер болды, үкіметтік емес ұйымдардан, билік органдарынан. Жалпы соны білейін деп едім, тек шынымен айтсаң, қалай ұнады, ұнамады, біздің азаматтық қоғам қалай екен, проблемалары. Өйткені салыстыратын себеп бар да, сенде Шымкентте болдың, басқа өңірлерде жазып келесің осы жобаны. Енді бұл сұраққа жауап бермес бұрын, жаңа айтып жатсың ғой, ремаркаңа да жауап беріп кетейін, жаңа сынды түзеуге тырысамыз деп. Бұл шын мәнінде сын емес, мен айтып жатқаным. Минус дедің. Минустарды, өйткені мен подкаст саласына келгенде айтады, көзсіз сүңгіп кеттім да, және мен барлық әріптестеріме, мысалы мастер-класстарға келетін жастарға да айтатыным сол, көп оқып, ізденіп, күрделендірмеңдер. Идея келді ма, ой келді ма, алғашқы 15 минутта жүзеге асырудың амалын табыңдар. Окей, подкаст жасаған келді ма, қаламда қандай студия бар екен, қандай жазады екен, ақысы қанша екен, ол ақшасын қаяқтан тапсам екен деген сияқты әрекетке бірден көшу керек та. Әрекет жасаған кезде ғана біз бір нәрсе үйренеміз. Сондықтан кейде мен ойлаймын, біздің кітапта кішкене адамдар оқығанда қорқып кетуі мүмкін. Бұл енді атың шықпаса подкаст жаса деп аталғанмен, біз атың шықпаса деген сызып тастадық қой, подкаст жаса. Қазір екінің бірі, былай қарасаңыз, сұхбат форматында өстіп отырып, камераларды қосып қояды да подкаст жасай береді. Ол дұрыс, меніңше сан өспей, сапа өспейді. Бірақ көп адам түсіну керек, оның артында үлкен еңбек тұр. Өйткені ой детокс ететін жұлдызды қонақтар, немесе бір ерекше формат емес. Мен де ел қатарлы, елдің жасап жүрген нәрсесін жасаймын да. Бірақ менің артықшылығым, менің келе жатқаныма 4 жыл болды. Ақша болсын, болмасын, нәтиже болсын, болмасын, тыңдалым, қаралым болсын, болмасын, мен келе жатырмын да. Сол сияқты көп адамдар жаңағы жылдам нәтижені күтеді, жылдам танымалдылықты күтеді, бірден ақша тапқысы келеді. Егер осындай ниетпен келсеңіздер, онда кішкене ойлану керек дегенді айтқым келеді да. Ал жаңағы сіздердің жасап жатқандарыңыз дұрыс. Жасап жүріп үйренгеннен артық нәрсе жоқ. Отырып алып, ойбай жасау керек еді, бірақ ананы істесем қиын екен, мынаны істесем қиын екен, анамен салыстырсаң, мынамен салыстырсаң, ешқашан тірлік жасалмайды деп соны бір қосып кеткім келді. Және Ақтөбе жайлы айтатын болсам, мен енді Ақтөбе жайлы әсерімді шынымды айтсам асқар айта алмаймын. Себебі мен кеше түнде келдім, қараңғыда. Бүгін ертең мен жаңағы орталық көшемен, кең көшемен IT хабқа дейін бардым. IT хабтан қонақ үйге дейін келдім, машинамен осы жерге дейін келдім. Енді бір көзге көрінген әсер, ол көшелердің кеңдігі, бір терең демалуға мүмкіндік бар сияқты да мен үшінші. Өйткені кішкене Астанамен ұқсас па деген сияқты ойлар келді. Бірақ көшеде біз кішкене жаяу жүрейік дедік. Мұз, мысалы мен үшін мұз ойылмаған, әшейін құм сеуіп қойған нәрсе маған кішкене стресс нәрсе болды да. Өйткені қанша дегенмен енді Алматы мен Астананың тұрғындары кішкене о жағынан, әсіресе орталықта тұратын адамдар избалованный дейміз ғой, бізде бәрібір де жолды тазалап қоюға тырысады. Тіпті мен тұратын үйдің ауласының өзін азаннан кешке дейін тазалап, тұрғындарға ыңғайлы жасайды. Сондықтан мен үшін бірінші бір жағымсыз шок болған әсер жаңағы мұздың үстімен жүру болды. Бірақ қарасам адамдар сіздерде емін еркін мұздың үстімен жүре береміз. Мұздың үстімен жүгіріп те жүріп барады. Сондықтан бәлкім бұл сіздер үшін үйреншікті нәрсе шығар, бірақ өте меніңше
жүрегің ауыратын нәрсе сырт көзден көргенде. Өйткені қала адамдарға ыңғайлы болу керек, және сол концепцияны әкімдік болсын, жергілікті басшылық болсын, білмеймін кім жауап беретін, бұл енді қарапайым базовый нәрселер деп ойлаймын. Иә, талқыға келетін болсақ, енді біз талқыны жалпы енді ой детокс ол подкаст форматында басталып кейіннен YouTube форматқа да шығып, YouTube'да енді тек қана сен айына бір рет эпизод жазып қойып өмір сүре алмайсың. Ол жерде егер сен YouTube парақшаңды дамытқың келсе, үнемі қандай да бір контент өндіруің керек. Ол YouTube-тың алгоритмдері, мысалы қазір сендерде бұйырса подкаст форматында болсын, YouTube-қа шыққаннан кейін оны сезесіңдер да, басында қолдап таныстарың, достарың көреді да, бірақ кейін қандай да бір рекомендацияға шықпасаңдар, YouTube-тың алгоритмдерімен дұрыс жұмыс істемесеңдер, сендерді үнемі жақсы қаралым жинауға компьютер жаңағы YouTube платформа мүмкіндік бермейді. 3 ай кемінде өлтіріл аптасына бір рет тұрақты түрде контент салу керек. Енді ол талап, онымен сендер қорқытып жатқан нәрсе емес, ол кез келген YouTube платформаға шыққан контент мейкердің басында бар нәрсе. Сондықтан мен де YouTube платформаға келгенде түсіндім, айына бір рет өйстіп подкаст жазып қойып жүре алмаймын. Егер қандай да бір маған қаралым, тыңдалым керек болса, қосымша контент өндіру керек деп, соның нәтижесінде менде Тасадағы әйелдер жобасы дүниеге келді, және биыл ой детокс аймақтар жобасы дүниеге келді. Оның негізгі мақсаты офлайн форматта аудиторияның қатысуымен подкаст элементтерін қолдана отырып талқы өткізу. Бұндай талқы енді бірнеше рет өткіздім. Мен өзім Алматыда 3 рет өткіздім, Астанада кітаптың промоушыны кезінде өткіздім, және жұрда біз Шымкентке бардық, енді Ақтөбеге. Енді әр өңірдің, біз бір Қазақстан болғанмен, әр өңірдің өзіне тән атмосферасы болады да. Мысалы Шымкентте тіпті біздің Илья операторымыз да айтады, бір жылылық болды дейді да. Адамдар андай жайбарақат жиналды. Олар Шымкентке тән қасиет мынандай екен. Міне келе жатырмыз, күте тұрыңыздар, бастамаңыздар дейді, бірақ келмейді. Біз біраз адамдарды күтіп, олар келмеген, бірақ келе жатырмыз деп, ешқайсысы келмейміз, ойбай деп айтпайды. Бұл жерде көңіліміз қалдырмайды. Ақтөбеде маған бір ұнағаны, бірақ біз Шымкентте де бірден бастап кетуге тырыстық. Ақтөбеде де, мысалы сен айттың ғой, айнель уайымдама, 10:30-да адамдар келеді дедің. 10:30-дан бастап есік ашылып, біздің қонақтарымыз келе бастады. Және белсенді болды. Тіпті бүгін ішкі саясат департаментінің жаңа үкімет емес ұйымдармен жұмыс істейтін басқарманың басшысы да келді, және менің ішкі түйсігім бойынша ыңғайсыз сұрақтар да қойылды. Оның көптеген әріптестері қандай үкіметтік емес ұйымдармен жұмыс істеу барысында кемшін тұстар бар, оны да айтты. Ол кісі аяғына дейін тыңдап, барынша енді шыдап, қандай да бір сұрақтарға жауап беруге тырысты. Бұл өте жақсы тенденция. Менің негізгі мақсатым да сол, аймақтарға келіп, жұлдызды қонақтарды Астана, Алматыдан әкеліп, қалың аудиторияны жинау емес. Осы аймақтағы өзекті мәселені жергілікті мамандармен талқылау, жергілікті эксперттерге сөз беру, және талқы мәдениетін алып келу. Өйткені біз байқасаңыздар, көбіне эмоциямен сөйлесеміз да. Бізде бірден ашуымызды айтқымыз келеді, өкпемізді айтқымыз келеді, кемшін тұстарды айтқымыз келеді. Ал талқы мәдениеті ол қандай? Осындай талқылар жиі болып тұрғанда, және оған шақырылған тараптар, мемлекет, бизнес, үкіметтік емес ұйымдар бәрі бірдей, азаматтық қоғам, журналистер бәрі бірдей келіп, ойларын ашық айтып, бір күні андай эмоциямен айтады, екінші күні ашумен айтады, үшінші күні конструктивті диалогқа шығады да. Міне, мәдениет осылай қалыптасады, және енді көп өзіне көп алып қойды деп айтпасын, бірақ бұл тәуелсіз площадкада. Біз мысалы мемлекет ұйымдастырған шара болса, әдетте бізде мақтайды бір-бірін. Тіпті үкіметтік емес ұйымдар, мысалы Асқар, сен ұйымдастырсаң, бәлкім ол жерде де сені мақтап кету мүмкін еді, немесе сенің позицияңды бөлісетін адамдар болуы мүмкін еді. Бұл жерде тәуелсіз площадка, бәріңе ортақ. Мен мына кісіні де танымаймын, ана кісіні де танымаймын, бәріңе мүмкіндік беріп тұрмыз. Сондықтан бір сондай өзінің миссиясы бар, жақсы әсер қалдырған бір талқы болды деп ойлаймын. Енді мен осы жерде айтып жіберейін. Данияр, келесі сұрақ сенікі дайындалып отыр.
Мені байқағаным ішкі саясат басқармасы тарапынан кішкене цензура жасағысы келді бүгін. Сұрап алды, сұрақтары қандай, кімдер келеді, не айтылады деген сияқты максимально бір батырып сұрақтар қойғысы келді. Өкінішке қарай ондай мүмкіндік берген жоқпыз. Сосын конструктивтілікке мен әрдайым ашықпын, үнемі мен әрекет жасаймын. Шенеуніктермен өкінішке қарай қашады. Мананың өзінде жабық бір не байқадым да кісіден, сондай бір жабық позициясын байқадым. Ашылып айтқысы келмеді. Керісінше мен сөйлескім келеді. Мен адаммын ғой, ешкім шек қоймаймын. Олардың да шыққанын қалаймын. Біз енді неше күннен бері ішкі саясатқа қолқа салып жатырмыз, шығыңыздар. Енді мен байқағаным, бір адамды әрең жіберді. Бір жарты сағат қалған кезде кім қатысатынын біз білдік, оған дейін біле алған жоқпыз. Енді осы бүгінгі талқы бір жақсы себеп болар деп ойлаймын. Ары қарай олар ашылып, жаңағы бізбен байланысқа шығар. Әрине, егер мен жақтастарым жинап алып, бәріміз бір-біріміз қолдасақ, ол да дұрыс емес. Немесе жаңағы биліктің айналасында жүрген қыз-жігіттер бір-бірін жинап алып, бір-бірін мақтаса, ол да дұрыс емес. Сол бізге сондай алаң керек. Және бастамасы деп ойлаймын. Бастамасы осы сенімен байланысты болсын, Айнель Әмірханның атымен. Сол. Жалпы Айнель ханымды мен енді Асқар аға журналист ретінде танитын шығар бұрыннан. Мен 1-2 жыл болды осы сізді бақылап жүргеніме. Инстаграмыңызды қарап, марафондарыңызға бөлек қызығам. Одан кейін подкаст жазғаннан, подкаст кітап шыққаннан кейін де қуандым. Өйткені себебі әдістемелік кітап жоқ қой қазақ тілінде. Сондықтан қуандым. Енді мен көбінесе сұрағым келгені бұл енді сізді, мен өз басым сізді подкастер ретінде танимын да. Сондықтан сол жөнінде болмақ. Мысалы сіз жаңа айтып кеттіңіз, ютубқа шыққан кез келген ол видео, ол яғни подкаст емес. 3 адам жиналып алса, ол подкастқа жатпайды. Себебі RSS арнасына шығу керек деген сияқты. Сосын өзіңіздің де 1-2 кейстарыңызды көрдім. Оның ішінде қазір инстаграмда танымал жаңағы отбасы психологиясына Роза Әшірбаева. Ол кісі инстаграмға шығып, күнде шығып, тікелей эфирде отырады, кейін оны сақтап қойып, артынан RSS каналға салады да, оны подкаст қылып жібереді. Яғни көп адам түсінбеуі мүмкін, яғни подкаст дегеніміз ол тек жаңағыдай микрофон болуы керек, 3 адам отыру керек, 4 адам отыру керек деген. Осы тұрғыда айтып кетсеңіз, яғни подкаст ретінде, яғни жаза беруге болады, яғни кез келген мақаланың өзінде, яғни оқып аудио ретінде салсақ, оның өзінде подкаст ретінде саналады, дұрыс түсінгенім. Себебі жаңағыдай көп сұрақтар туындайды да подкаст дегенде. RSS те болмауы мүмкін каналда, бірақ өздерінің YouTube площадкаға подкаст деп шығарады. Пікіріңіз осы? Меніңше, бұл менің жеке пікірім, ешқандай бір зерттеумен дәлелделмеген. Адамдар не үшін осындай форматтағы әңгімені подкаст деп айтады, өйткені бізде подкаст деген еркіндік, тәуелсіздік, сосын сен ол мәселенің, ол тақырыптың сарапшысы болмауың да мүмкін, дайындалмай келуің де мүмкін, әшейін осылай емін еркін, қалайсың, сосын әңгіме қалай өрбиді, солай сөйлесе береміз деген сияқты ойдан жасағандықтан, оны мысалы мен сұхбат алдым десе, саған талап үлкен да, сен дайындалуың керек, зерттеуің керек, қандайды бір мәселені білуің керек, кемінде 1-2 кітап оқуың керек, немесе сол адамның жүріп өткен жолын қарауың керек. Ал подкаст десең, Айнель айтып берші деген сияқты сұрақтар қойсаң болады. Сондықтан көп адамдар подкаст деп кейде сол әрекетін ақтап алғысы келетін сияқты. Бұл бірақ мен ешқандай айтып жатырмын, дәлелденбеген, ол менің сырттан бақылап жүріп түйген бір өзімнің ойым. Сосын мысалы Роза Әшірбаеваны мен жақсы көретін кейстарымның бірі. Өйткені біз мысалы қазір сіздер де студияда отырсыздар, біз қанша мынаның бәрін жарықты қойдық, дыбысты тексердік, камераларды қостық, сосын онынан сіздер жазып біткейін алғаннан кейін сіз қарайсыз, монтаждайсыз, талқылайсыз. Яғни бұл өте ауқымды жұмыс. Роза ханым бұның бірінде істемейді, инстаграмда әшейін шығады да, тікелей эфирге, тіпті микрофоны да жоқ, ештемесі жоқ, мынау телефонның дыбысымен ақ.
эпизод жаңағы тікелей эфирге шығады да соны видеоға сақтап ютубқа салады. Кейін оның тыңдармандары, көрермендер айтады: Роза ханым, ютуб деген қымбат, интернет қымбат, біздің гигабайттарымызды мегабайттарымызды жеп жатыр, сіз подкастқа шықсаңызшы, бізге тыңдаған ыңғайлы дейді. Өйткені подкаст деген ол не, сен жазылсаң болды, интернет болсын болмасын, ол саған жүктеледі. Сен кез келген жерде байланыссыз болсаң да, байланысты болсаң да, егер анау сенің телефоныңа жазылғаннан кейін әр жаңа шыққан эпизодтар ол міндетті түрде жаңартылып тұрады. Сен тіпті оны байқамауың мүмкін. Бірақ кейде ішің пысқанда, интернетсіз қалып қалғанда, біреуді күтіп отырғанда не істеймін дейсің да, қарайсың, Айнелдің жаңа эпизоды шығыпты ғой деп тыңдай саласың, мысалы. Сен оны ешқандай әрекет жасап өзің телефоныңа сақтамадың. Сондықтан оған сондай ұсыныс шыққаннан кейін ол алады да, күлгені бар, ұрысқаны бар, дауысы тегістелмеген қалай бар, солай жаңағы шынайы подкаст платформаға саласа, оның көк тиыны да кетпейді уақытысынан басқа. Ол студия жалдамайды, монтаждамайды, ештемені істемейді. Бірақ мен де подкастермін, Роза ханым да подкастер. Болды. Оны мен әр эпизодыма пәленше мың ақша жұмсап, пәленше уақыт жұмсап кеткенімен, ол кісінің жаңағы әдісті пайдаланды ма? Пайдаланды. Бұл ақпарат таратудың бір жолы ғой, шын мәнінде тек қана сол ақта. Мен осы тілші подкаст ол кезде атау болған жоқ, подкаст деп ойымда кірді ғой, миыма бастауым керек. Елдің бәріне сұрадым, кәсіпкер ренжіме екен. Айнель сенен де сұрадым, Даниярға күнде айтамын, не бар, не істейміз, қалай істейміз деп. Ешкім айтқан жоқ маған. Жаңа Роза Ашырбайды айтқан жоқ. Мынандай шығынға батпай жаңа қалай түсіру керегін оңай жолын ешкім айтқан жоқ. Мен ойымда ақша табу керек болды. Алғашқы съемкаға, студияға ақшаны қайдан аламын. Жоқ, менде бір қырым ашылып жатыр қазір. Келіссөздерге шығамын, кәсіпкерлермен кездесемін, түсіндіремін. Бірінші съемкаға ақша тауып қойдым, екіншісіне таптым, үшіншісіне шамалап келісіп жатырмын да. Мен жаңа ойлап жатырмын, жарайды енді Роза Ашырбай сияқты шығынданып түсіре берейік енді деп. Бұл жерде Розаны айта кетсек, енді ол бір ешқандай шығынсыз деп те айтуға болмайды, себебі ол аудитория жинады да. Осыған дейінгі еңбегі бар. Осыған дейінгі еңбегі, оның қалың аудиториясы бар, болды да. Оны аудиториясы кез келген жерден іздеп табуға тырысады. Мен подкаст платформаға шықтым десе, артынан жүгіріп барып сол подкаст платформаға. YouTube-тамын десем, YouTube-ға келеді да. Бізде енді Асқар, сен сендерді айтып жатқан жоқ, мен өзімді айтамын. Мен подкаст саласына келгенде мен ноунейм болдым. Мен үкіметтік емес ұйымда көлеңкеде болған қызметкермін. Айнель Әмірханның кім екенін ешкім білмейді. Ешқандай пікір айтатын танымал жаңа эксперт емеспін. Жеке өмірімді көрсетпеймін, хайп қумаймын. Мен парақшама кірсең, жаңа жүгіргеннен басқа түк жоқ та, былай қарасаң. Сондықтан біз осы сияқты Тимур Балымбетов подкаст платформаға шыққанда, Замандас подкаст платформаға шыққанда, жаңағы дөп сөз шыққанда біз бәріміз қуандық. Себебі олардың YouTube-та қандай да бір аудиториясы болды, және олар айтқанда лояльный аудиториясы болды. Себебі олар айтқанда біз подкаст платформаға шықтық дегенде ол адамдар подкаст платформаға келді. Бұл жерде бізге ол тиімді неге? Өйткені олар, мен айтам, адамның ол психологиясы сонда, жалғамыз біз. Біреуді тыңдай бергеннен, біреуді көре бергеннен, жарты жыл бұрын, бір жыл бұрын көрген адамды сен қазір көргің келмейді. Өйткені ол адам өспесе, оның контенті өспесе, ал сен өсіп кетсең, олар саған қызықсыз. Сол сияқты олардың аудиториясы подкаст тыңдау мәдениетін қалыптастырады, үйреніп қалады, жазылып қояды. Сосын оларды тыңдай бергеннен, көре бергеннен жалыққанда, вау, кім бар тағы дегенде біз шығамыз да. Яғни бұл өте біз сияқты қалың аудиториясы әлі әзір жоқ, қатты танымал емес тұлғалар үшін өте жақсы нәрсе. Мысалы, қазір бізден кейінгі шығып жатқандарға жеңіл деп айтайын десем де, өйткені подкаст тыңдайтын адамдар бар. Оны әдетке айналдырған адамдар бар. Бұрынғыдай подкаст десең, ол не деп сұрайтын адамдар аз. Бірақ қазір подкастерлер көп болып кеттік да. Былай енді көбісі айтады, Қазақстан деңгейінде біз әлі көп емеспіз. Бірақ десек те, меніңше енді бір 10 жыл, 5 жыл бұрынғыға қарағанда біз көппіз. Енді осы жерде мен біреудің кірісін, табысын сұрағанды жақсы көрмеймін. Ақша. Менің
анамның арманы менің қай жерде жұмыс істейтінімді білу, қанша ақша табатынымды білу. Неше жыл болды журналистика практикада, әлі біле алмай жүр. Арманы кірісімді білу. Ешкімге айтпаймын, ешкімнен де сұрамаймын. Бірақ мен қазір сұрағым келіп тұр. Patreon. Иә, Patreonға тіркелдім. Patreon деген донат жинайтын платформа. Енді Patreonға адамдардың тіркеліп, жаңағы бір белгілі мөлшерде қаражат аударатындай мәдениет қалыптасты ма? Мен өзім барым Patreonда сенің. Бір аз ақша, бірақ ай сайын карточкамен кетіп тұрады. Иә. Енді содан кейін қазақ журналистикасында монетизация жасау қиын. Бізде 99% мемлекет тапсырыста отыр ғой қазақ журналистикасы. Меніңше ол дұрыс емес деп те ойлаймын. Билік үшін жақсы шығар, бірақ азамат қоғам үшін ол қалыпты жағдай емес. Енді өзіңді байқаймын, сен қаражат көзін тауып жүрсің. Командыңда франдрайзер бар, Айжан, бәріміз қызғамыз, Айжандай біздің де қызметкеріміз болса дейміз, Айжан тартып алғымыз келеді, бір ойлар болады, сондай жалғыз менде емес, көп адамда қызығушылықпен, қызғанышпен қарайды. Иә? Енді монетизация жағын қалай сен жолға қойып жатсың? Білем, қиын, ол оңай емес, сосын ақшасын бер деп кез келген нәрсе келісуге де болмайды, бір принциптер бар, сол тұрғыда айтып берсең. Монетизация және өзінің принцип, көзқарасын, соны қалай ұштастыра түсесің? Бізде енді мысалы маған монетизация жасау қиын, табыс көзіне шығу қиын деген нәрсеге мен мысалы онша құптамаймын. Себебі бізде қажеттілік болса, жаңағы қиын нәрсе деген нәрсе жоқ та. Бізде не үшін қиын қазақ журналистикасында немесе жалпы медиа контент өндіретін адамдар? Себебі бізде қажеттілік жоқ. Медиа мемлекеттік тапсырыста отыр, иә, көптеген ұйымдар да мемлекеттік тапсырыста, немесе сенің тұрақты көп подкастерлердің басында бар нәрсе, олардың тұрақты табысы бар, олар басқа қызмет атқарады, және подкаст саласына өзінің қызметі ретінде қарамайды, хобби ретінде қарайды, бір жерден ақшасын алып екінші жерге салады. Ол жаңағы жеке брендін қалыптастырудың жолы, немесе бола берсін деп ойлайды. Бәлкім өйстіп ақылды, қызықты адамдармен сөйлесем, ол да маған ұтылғандығым емес деп ойлайды көбінесе. Бірақ монетизация жолдары, егер сен бұның бәрін дұрыс жасасаң, мен әлі күнге дейін дұрыс жасаймын деп айтпаймын. Мен өте ай сайын өзіме бюджет қойып қойғам, оны әлі күнге дейін ешқашан орындаған емеспін, иә. Әлі күнге дейін орындаған емеспін, енді болашақта мүмкін болып қалар. Жаңағы Patreon бар, серіктес эпизодтар бар, сосын мысалы Қанат Бейсекеевті мен білгенде енді өзі айтқан сұхбаттарында, мысалы оның артынан қуып жүріп жарнама берушілер бар, бірақ оған подкаст үшін келмейді. Енді қазір мүмкін жағдай өзгерген шығар, себебі оның подкасттары өте жақсы, сапалы өсіп жатыр да. Басында оған жаңағы режиссер ретінде көп келген, документалист ретінде, оны тұлға ретінде танығаннан кейін адамдарға оған жарнама беру қызық болатын. Және ол айтады, мен подкастыма беріңдер деп замандасқа алатын қандай да бір қаражатты, иә. Мысалы дөп сөзде қазір өте интеграцияға көп шығады, коммерциялық жобалармен, үкіметтік емес ұйымдармен, олар да интеграция жасап, сол арқылы қаражат тауып отыр. Ондай мысалдар бар. Книгометр подкастын білесіңдер, Марина Шарипова, олар үлкен болмаса да бірден монетизацияға шыққан подкастерлердің бірі, және осындай мысалдар бар, қарай берсен. Менің жағдайымда енді мен 2019 жылы жаңағы менің қызметім болды. Мен есептедім, айына мысалы қанша эпизод жасаймын, қанша шамамен ақша кетеді, және ол мен үшін тұрақты табысы бар адам үшін ол айтарлықтай үлкен сома болмады. Сондықтан мен ол соманы емін-еркін жаңағы айлығымнан салып отырдым. 2022 жылы подкаст саласына кәсіби қызмет ретінде қарағанда әрине жағдай қиындады, себебі мен YouTube-қа шықтым. YouTube-тың контенті өте қымбат. Мен жұмыс істейтін операторым бар, иә, үнемі. Мен мысалы менің көкжиегіме тиген мықты мамандарды көрсе, мен олардан айырылмауға тырысамын. Өзім табыс таппасам да, міндетті түрде түскен табыстан оларға лайықты айлық төлеуге тырысамын. Себебі менің өркендеуіме олар үлес қосады. Олардың еңбегі Айнель Әмірханның Айнель Әмірхан болып қалыптасуына, ой детокстың ой детокс болып қалыптасуына мүмкіндік береді. Сондықтан 2022 жылдан бастап мен
түрлі форматтарды қарай бастадым. Серіктес эпизодтар шығарсам қалай болады, прайс-лист жасадым, жарнама қалай алсам болады, грант қалай ұтып алсам болады, немесе жаңағы Patreon арқылы, донат жинау арқылы, патрондардың қолдауымен қалай қандай да бір табыс табуға болады деп. Бұның бәрі әлі күнге дейін ой детокстың шығынына кететін бір 30-40% ғана жабатын сома. Шыны керек, осы уақытқа дейін менің өзімнің қандай да бір жинаған қаражатымнан бәрі бірде бір жерден алып бір жерге салуға тура келген кездер әлі көп кездесіп жатады. Сондықтан егер мына жерде қазір вау, мен күшті табыс табамын, бірден пайдаға шықтым деген нәрсені естігісі келген адамдар болса, енді саған Асқар. Бір енді ол оңай, мен сондай монетизацияға шықтым, міне осы жолы, міне сен осылай істесең осылай болады деп айта алмаймын да. Себебі әркімнің өзінің жаңағы әрекетіне қарай берекеті болады. Бірақ мен 2022 жылы болдым, бұл менің қызметім деп қарадым. 2023 жылы Ой детокс үздік подкаст ретінде Үркер алды. Яғни мен сол кезде түсіндім, тіпті сәрсенбінің сәтінде сағат 11-де эпизодтарды жүктеймін, сосын менімен ол күні ешкім сөйлеспейді, себебі менде өте көңіл күй болмайды. Мен жүктеймін де айтамын, адам аз қарап жатыр, адам аз тыңдап жатыр, мен бұны бәрін не үшін істеп жатырмын деген сияқты сезімдер ойлайтын кездер көп болған менде. Және ертесі күні, бірақ мен ұйқыдан тұрамын да, феникс құсы құсам, қайттан оттың арасынан қайттан жаңағы құлазыған көңіл күйімді қайттан жандандырып, мынаны істесем болады, мынау әдісті істеп көрейін, мынау тәсілді көрейін деген сияқты идеялар бәрі де менің қызығушылығым бар, әлі энергиям бар, мен жасаймын. Бірақ сол кезде Ой детокс Үркерді алғанда мен бір қызық күйде болдым, жасырмаймын. Тіпті сахна төрінен қандай да бір оңған сөз айтуға мүмкіндігім болмады, қатты толқыдым, өзім кейін сол үшін өзіме ұрыстым. Бірақ сол мезет мен үшін еңбектің еш кетпейтінін көрсетті да. Бір маған бір белгі болды. Егер сен шын ниеттеніп, шын көңілмен жасасаң, әр еңбектің нәтижесі болады, әр еңбектің табысы болады. Оған енді кішкене шыдау керек та. Шыдаймыз. Сол жаңағы сіз айтып жатқанда Үркер сыйлығы туралы айтып өтті. Себебі Үркер сыйлығы қателеспесем осы жылы, сол жылы бірінші рет берілді. Үздік подкаст ретінде. Ол жерде шорт-листке дөп сөзі де кірді. Негізі көп адам пікірі бойынша дөп сөз алады деп те ойлаған шығар енді. Ол жерде сахнадан айтты ғой, дөп сөз алу керек деп. Ерлан Қарин. Осы жерде дөп сөздің жігіттерін көріп. Айнелдің жағдайын түсінемін, ана жерде қыз бала деп ешкім сыйлап жатқан жоқ. Дөп сөзді алады деп те ойлады. Бірақ сіздің бұл подкаст кейс деп санаймын, үлкен кейс. Себебі бірінші рет осындай подкастқа беріп жатып, номинация, және сіздің подкастыңыз осылай үздік қатарынан табылса, күшті кейс ол, өте керемет. Мен үшін қызық жағдай болды, Данияр. Мен мысалы өзім мен де сенбедім, себебі өйткені біз подкасттың не екенін білмейтін уақытта өмір сүреміз да. Өйткені подкастты елдің бәрі YouTube деп ойлайды. YouTube ол қаралым, ол статистика көзге оттай көрінеді. Сосын мен енді білем ғой, дөп сөздің статистикасы қалай. Сосын шорт-листқа енген Мамский әңгіме деп айтады. Мамский әңгіме деген подкастында қаралымы 100 мыңдаған, олар да үлкен қаралым. Және Зере подкасты, және Ой детокс шықты. Менде әрине ол Ой детокстың сапасыз, ойбай нашар деген сияқты күмән емес. Ол жаңағы жюриде кім отыр, олар подкаст не екенін біле ма, олар егер подкастты YouTube деп ойласа, бітті, ол жерде Ой детокста шанс жоқ да. Екіншіден, олар подкастты тыңдай ма, ол да өте көп әсер етеді. Егер сен подкастты тыңдамасаң, және мен мысалы бәрін тыңдаймын. Мен қазір подкастерлер көп шығып жатыр. Маған ол кәдімгі кәсіп болғаннан кейін мен бәрін тыңдаймын да. Жаңадан шыққан подкаст көзіме ілінсе, болды, мен тыңдаймын, не істеп жатыр, қандай ерекшелігі бар, бұлардың болашағы бар ма екен. Егер маған ұнаған адамдар болса, тіпті ұзақ уақыт қадағалап, бақылап жүремін. Сондықтан мен де аутсайдер ретінде келдім ол жерге. Мен мысалы барғым келмеді, Алматыдан Астанаға ұшып бару үшін
100 000 теңге болды билет ары бері ше. Өйткені бір күн бұрын ғана хабарлайды ғой олар, алдын ала айтпайды. Сіз шорт-листқа шыққаныңызда кеш білесіз мысалы. Сон ақша кетеді, барайын ба, бармайын ба. Бірақ енді ол сенің контент өндіретін адам ретінде сенің жауапкершілігің, өз контентің үшін жауаптысың. Ой детокстың орнын ойсыратпау. Өйткені енді сен бәрі де сонша жыл сол брендті қалыптастырып сол подкаст дамытып келатсың ғой деп, сондай ниетпен мен келдім, сондай ниетпен отырдым. Бірақ тіпті мен сол жерде енді Казмедиада кездестірген журналист әріптестерім бәрі, вау, сен де шорт-листтасың ба, дөп сөз ұтады ғой деп бетіме тіпті қысылмай айтқанда мен ойладым, бір жағынан енді көңіліңе қарамағаны да дұрыс шығар, яғни олар үшін дөпсіз мықты подкаст, оған мен ешқандай нем жоқ, бірақ ойладым, елдің бәрі сөйтіп ойласа бітті ғой деп, мен жай рахат, емін еркін отырдым да. Сосын ой детокс дегенде, ой детокс дегенде тақырыбын дұрыс айтпады, иә. Ағылшын сөзі екпін бірінші буынға. Иә, сөйтіп алтта мен қатты сасып қалдым, және сол толқынысымды басқара алмай қалдым да, тіпті сахнаға шығып сол жерден сөйлегенге дейін өзімді кішкене шынайы қуанғаннан бәлкім эмоциямды басқара алмай қалдым. Бірақ енді сондай, ол да бір күшті, маған ол мезетте қатты ұнады, сондай бір осалдығым қатты ұнады, себебі менің әлі қуана алатыным өте маған ерекше әсер етті. 3 жыл болды бұл нәрсені жасап жүргеніңе, бірақ сен шынайы қуана біліп, содан сасып сөйлей алмай қалуың, дауысыңды басқара алмай қалуың сенің тірі адам екендігін көрсету және шынайы қуана білуін көрсету мен үшін өзім үшін бір жақсы қызық сезім болды. Сол күні плюс-минус бір күн бір жағдай болды. Сен басында. Иә. Шетелден қаржыландырылатын журналистер үкіметтік емес ұйымдар тізімі шықты. Ол тізімде сен де барсың, мен де бармын. Жалпы ол тізімдегі адамдарды мен барлығын құрметтеймін. Өте өз ісіне берілген жандар ол жерде. Мен барлығын сыйлаймын ана жерден. Бірен-саран танымайтын шығармын. Көбісі достарым, әріптестерім, менің серіктестерім. Жолға шығамыз бірге, талай тренингте, басқа да шараларда бірге жүрміз. Бірақ енді қоғам оны басқаша қабылдап алды да, шетел агенттері деп тырнақшаға салып қойды. Мен де шетел агенті, сен де шетел агенті, бұйырса Данияр да кіреді ол тізімге. Бізде ондай тізім жоқ. Жоқ, енді тырнақшада әріптестердің айтуымен солай қабылданып кетті. Сол сезімді айтып берсең. Менде енді бір қуанышты сезімі болды. Қазір мен қуанып отырмын, жақсы адамдармен бір толқындамын деп. Бірақ көршілес Ресейдегі жағдайдан кейін, мысалы, шетел агент деген статусы барлар, олармен жарнама берушілер жұмыс істемейді, олар бір қоғамда қара тізімде қалып қойған адамдар, оған қырғыздар қосылып жатыр, Қырғызстанда шетел агент деген заңды талқылаймыз дейді. Тағы бір елдерде оған басқаша. Арменияда, Грузияда. Ол енді біз күліп қарағанмен болашақта біз үшін үлкен бір теріс салдары болуы мүмкін. Мен сол жердегі сенің білем енді шетел агент деген сөз дұрыс емес деп бір шырылдап жаттың, бірақ сонда да енді қоғам біз солай қабылдатып жіберді, аудиторияға солай таныстырып жіберді. Сол кездегі ойың, содан кейін жалпы үрей бар ма болашақта, егер сол статуста қалып қойсақ? Мен енді жаңағы сенімсіз болған бір себебім, Үркерді алмаймын деп, сол бір күн бұрын шетел агенттері деп бізде көптеген медиа шулап, шетел ұйымдардан грант алатын ұйымдар мен жеке тұлғалардың тізімін жариялады. Және мен әдетте көп болған жағдайға пікірімді білдіре бермейтін адаммын, себебі мен ойбай деп ананты айтатын, мынанты айтатын адам емеспін, иә. Мен де ел қатарлы барлық жаңалықты оқимын, уайымдаймын, елімізде, көрші елдерде не болып жатқанын білемін, бірақ әр нәрсеге жеке пікірімді айта беру дұрыс деп ойламаймын да. Бірақ ол жерде менің жеке мәліметім болғаннан кейін, ол жерде ой детокс тізімнен табылғаннан кейін мен ол жерде пікірімді білдірдім. Біріншіден, бұл тізім жайлы енді үкіметтік емес ұйымдар, құқықтық үкіметтік емес ұйымдар 2016 жылдан бастап па, 17 жылдан бастап па шырылдап айтып жүрді, бұндай тізім болмау керек, өйткені салық комитетіне бұндай тізімді, егер сен шетел ұйымдарынан грант алсаң, ақпарат беруің міндеттісің.
және ол жасырын, яғни сен салық комитетіне оны тапсыратынсың, бірақ оны жалпы халыққа ол тізімді жарияламайтын. Бірақ ондай заң бар еді 2023 жылы, ол тізім ашық күйде жарияланады деген. Мен енді ол жайлы білгеннен кейін, шынымды айтсам, аса ол тізім де мен үшін бір жаңалық болмады. Маған жаңалық болғаны жаңа жеке мәліметтеріміздің таралуы жағымсыз әсер етті. Екіншіден, біздің тәуелсіз медиа саласында жүрген әріптестеріміздің оны жаңағы сары жағал журналистикаға дейді ғой, сары журналистикаға тән қағидамен кликбейт үшін шетел агенттері деген ұғымды қалың көпшіліктің бойына сіңіру. Өйткені қарабайыр, қарапайым, күнделікті күйбең тіршілік үшін жүрген адам үшін ол жаңалық маңызсыз да. Ол жаңалық жаңағы тізім шықты десе, ол қызық болмайтын еді да. Бұл енді шетел агенттері дегенде вау дейді да, кім бар екен деп, ол азаматтық қоғамның не екенін білмейді, ол адамдар не істейді, үкіметтік емес ұйымның қоғам үшін қаншалықты пайдасы бар екенін білмейтін адамдар үшін жаңа қорқыныш, батыс құндылықтарын насихаттайды деген бір қорқыныш бар адамдар үшін ол түсініксіз нәрсе. Мен енді бұл жерде журналист әріптестерімді түсінемін, себебі дабыл қақпасаң да болмайды да көп нәрсені, өйткені біздің көрші елдердегі жағымсыз бізде мысалдар өте көп, және бүгінгі таңда ол қандай репрессияларға келіп жатқанын біз көріп отырмыз. Міне осындай көңіл күй менде болды. Сол көңіл күймен Үркерге бардым, бірақ енді сыйлықты алдым. Сөйтіп Қазмедиада Үркерімді компенсация болды. сөйтіп 1 миллионның сертификатын көтеріп енді келе жатсам, осы корпорацияда Қазмедиада істейтін, түрлі арналарда істейтін әріптестерім келіп құттықтап, ойын шын аралас бүйтіп айтады, көрдің ба жаңа Қазақстан қандай дегеніне, бір қолымен сен инагент деп таниды, екінші қолымен саған сыйлық береді деген сияқты енді қалжыңдап жатты. Сондықтан енді сондай бір қызық жағдай болды. Енді үрей бар ма дегенде, менде іштей үрей бар. Өйткені ой детокс адам құқықтары бойынша бюро да бар, ол жерде ірі енді ұзақ жылғы тәжірибесі бар, үлкен командасы бар, заңгерлері бар адамдардың қатарында да. Мысалы біздің ондай әлеуетіміз жоқ да. Мысалы мен жалғыз адаммын да, мен командам бәрі аутсорста, фриланс, олар бір кәдімгі біз толыққанды жұмыс берушімен жұмыс істеуші емес бізде ондай. Сондықтан қаншалықты деңгейде бұл болашақта менің емін еркін жұмыс істеуіме кедергі келтіре ме деген сияқты ойлар болды. Және бұл тек қана мен қара басымын үшін емес, тәуелсіз журналистика үшін, тәуелсіз контент өндіретін адамдар үшін, үкіметтік емес ұйым, адам құқықтары жайлы айтатын үкіметтік емес ұйымдардың жұмысы жайлы бір алаңдаушылық тудырған нәрсе. Бірақ енді әр нәрседен қорқа берсең де болмайды ғой. Біз енді осы реальностьте өмір сүреміз, және қазір қалай түсінамыз. Иә, қалай енді уақыт көрсетер не болады. Мен өзім айтып тұрмын ғой, тізімді көрдім, кішкене үрей болған шығар, бірақ жақсы адамдарды көрдім, қуандым жақсы адамдардың ортасында жүргеніме. Әрі берден соң маған комплимент сияқты болды. Сосын ойландым, мен Инстаграмда стористе бөлісетін контенттің көбіне Ресейдегі шетел агенттері, Дудьтан бастап басқасы бәрін бөлісіп жатқан кезде, этот контент создан иностранным агентом Дудем деген сияқты маған ұнайды сол адамдар. Мен жалпы шетел агент деген сөз естігенде, Ресей жақта естіген кезде, сол агенттердің көбісімен мен пікірлес келеді екен. Сосын Ресейде біз көбіне қалай қабылдаймыз, пропагандистер, Кремль журналистикасы деп қабылдаймыз ғой. Бірақ ол жақта да адекват, күшті, сауатты, ой айтатын және халықты ертетін адамдар бар екен. Сол жағына жеңіл қабылдадым, өзімді жаңағы бастым, жаңағы қорқынышын, үрейімді басқан сияқты болдым. Бірақ болашаққа мен де алаңдаймын. Сосын әрі берден соң бізде халық бәрі емес, бірақ сыни ойлау кемшін, иә. Сосын ерме, қазір бір былай десе бәрі солай еріп кетеді, былай десе былай еріп кетеді. Сосын мен де қазір көп сене беремін да көп адамға. Мен бірдеңеге әрекетке барсам, қадам жасасам, мен журналистерге де сенбеймін. Бізде ынтымақтастық деген төмен деңгейде енді қатты айтылса да. Сосын өзіме өзім сенемін, тәуекел етемін, қандай әрекетке барсам да, соттасам да, отқа түссем де, сол жағынан сосын жарайды енді.
бізде жаңағы сенікіндей Иә. қабылдаймыз, сондай реалды қабылдаймыз деген енді ой осы жерде айтып кеткім келеді, бәрібір де мен енді бұл ойдан айнель айтып қоймайды дейсің, бірақ ол тізім бар, шетел ұйымдардан қаражат алатын жеке тұлғалар мен ұйымдардың тізімі бар. Ол тізімде мемлекет те бар, ірі бизнес өкілдері бар. Иә, ол жерде өйткені біз адамдар ойлайды, шетелден ақша алса, ол грант алатын адамдарды. Ол жерде біз бизнесті алады, бізде ірі компаниялар келеді, мемлекетте инвестиция тартады. Сондықтан бұл тізімнен егер біз тыңдап көріп отқан адамдар болса, қорқудың қажеті жоқ. Бізде шетел агенттері деген ұғым жоқ. Сондықтан мен сені де, әріптестерімді де бұл ұғымды бізге обыденность, қалыпты жағдай болатындай, құлағымызға үйреніп кететіндей нәрсе болуына атсалыспауымыз керек деп ойлаймын, және қолданбауларыңызды сұраймын. Бұл жерде бір кішкене айтып жіберейін, Данияр, сөз кезегін өзіңе беремін. 2010 жылы Еуроодақтың бір цифр статистикасы шықты. Сол кезде мен суммаларын білмеймін, бірдеме миллиард евро, 90% мемлекеттік секторға жұмсалды. Еуроодақтың қаржаты мемлекеттік секторға жұмсалады. Оның ішінде білім саласы, медицина саласы, мемлекеттік қызметкерлерді оқыту, дайындау деген сияқты баптар болды. Және 5% бизнеске кетті ау деймін. Содан кейін бір 2-3%, 2,1% азаматтық сектор дейді. Енді 3% тек, жуықтап алғанда. Сол Еуроодақтың қаржысының 3% азаматтық қоғамға, оның ішінде партиялар бар, діни бірлестік бар, журналистика, азаматтық және үкіметтік емес ұйымдар бар, тағы бір секторлар бар. 1%-ке де жетпейді. Бірақ айналып келгенде соны айналдырып көрсетті де, сол 1% бір елге қауіпті болып тұрған сияқты келтірді. Және тек солар алып жатқандай бүкіл шетелдің ақшасы. Сондай бір ой қалыптасты да. Сондықтан біз меніңше цифрға сүйенсек, керісінше, мүлдем керісінше болып. Бірақ біз ол жайлы тіпті бір-бірімізге ойнап қалжыңдамауымыз да керек деп ойлаймын да. Өйткені әзілге айналдырғанмен оны айта берсең, адамдар бір соған сеніп қалуы мүмкін да. Осы подкастта соңғы рет айтатын дейсің ғой. Сіздер осы иноагентпен фрилансты байланыстырғым келіп тұр да. Осы жерде соңғы Юрий Дудьтың, яғни иноагент аталады ғой Ресейде. Юрий Дудьтың соңғы қонағы Кравченко болды. Сол жерде Юрий Дудь сұрақ қойды Кравченкоге, фрилансқа кеткен, оған дейінгі Газпромда қызмет жасаған, кейін белгілі бір деңгейге дейін жеткен, фрилансқа кеттің, және Кравченконың айтуынша ол ушел никуда деп айтты. Яғни білмеймін қай жаққа баратқанымды, бірақ осы бір сектордан шығуым керек, даму үшін ары қарай деп ақш-қа барлығын тастап кетіп қалады. Яғни фрилансқа кету қаншалықты қиын, немесе қаншалықты оңай, сол туралы? Өте қиын. Мен енді жұмыстан кеткенде мен істеген ұйым жабылды, басқа ұйымға трансформацияланды да, сондықтан ол жерде қызмет атқарған әріптестеріміздің бәрі бірге кеттік. Бірақ мен кетер кезде бірден 2019 жылдан бастап мен жайлап кетуге дайындалып жүрдім. Және өзіме фрилансер ретінде қызмет жасап көруге мүмкіндік беремін деп бір сондай ой болды менде. Сол үшін мен жайлап қаражат та жинай бастадым. Егер жұмыссыз қалсам бірнеше ай емін-еркін, подушка безопасности дейді ғой, емін-еркін өмір сүрейін деп. Екіншіден, менде ипотека бар. Мен ол кезде жаңадан ремонт жасап үйге кірдім, менің техникамның бәрі рассрочкаға алынған, яғни бір басымда қазір Қазақстанның әр азаматының бар жағдайы болды да. Менің ипотекам бар, менің кредиттерім бар, мен табысым жоқ, түсініксіз пайда әкелем әкелмейтін, елдер тіпті подкасттың екенін білмейтін салаға кетіп баратыр. Менің мыңдаған подписчиктерім жоқ, маған жарнама бергісі келіп тұратын компания жоқ. Яғни менде әлбетте үрей болды. Бірақ мен саналы түрде шешім қабылдадым, себебі мен қазір барып жұмыс істейтін өзіме ұйым көрмедім. Екіншіден, менің бала күнгі арманым, адамды арман алдамайды деген негізі рас та, қазір күлкім келеді. Бірақ мен кішкентай кезінде журналист болғанды армандайтын, сосын мен кітап жазғым келетін. Мен күнделікті кішкентай кезімнен жүргіземін, мен өлең шығаратынмын, мен шығарма жазатынмын, мен түрлі байқауларға қатысып мектепте ұтып келетінмін, бір сондай болады ғой адам. Бірақ кейін
Алматыға арман қуып келгенде тіршілік ірі қалада өз орныңды табу керек, үй алуың керек, қандай да базовый қажеттіліктеріңді қамтамасыз етуің керек. Яғни ол арманның бәрі артта қалды да, тек қана қаражат үшін, айлық үшін, жаңағы табыс үшін, жағдайыңды жақсарту үшін жұмыс істеу процесі басталды. Кейін мынау пандемия кезі мен үшін өте көп адамдар үшін де ол жаңағы ойлану уақыты болды. Мен қайда баратырмын, мен өзім қалаған өмірді сүріп жатырмын ба, мен тағы нені жасап көргім келеді деген сияқты сұрақтар туындады. Сол кезде мен ойладым, мен кітап жазып көргім келеді, мен экраннан өзімді көргім келеді, мен көлеңкеде қалғым келмейді деген сияқты бір кезінде сандыққа салып қойған, жүрегім түкпіріне сап қойған армандарым шыға бастады да, кейін сол жаңағы сандықты ашып жіберіп қаржылай қиналсам да, соған мүмкіндік бергенде күлкім келеді да. ютубқа шықтым, ойламаған жерде. Мен ешқашан ютубқа шығамын деп ойламаймын. Мысалы, біз мына жаққа кіргенде жігіттер айтты, сіздің рабочий сторонаңыз қандай? Менде мен өзім экранға шықсам да, ютубқа шықсам да, менде ондай өзімді қабылдай берем да, кез келген. Мысалы, көп адамдар сияқты айтпа, мен тұрмын мына жерде жаман болып тұр, боянбаппын, шашым тарамаппын. Ондай нәрсе жоқ та. Сол үшін маған бір жағынан подкаст форматы да жақында. Мен сол үшін өзімді сындырып телевидениеға да барғым келген жоқ. Енді ешкім ол жақта мені шақырып тұрған жоқ, бірақ мен білем, ол жақта сені макияждайды, тарайды, жүз свет саған қарайды, камера, артық сөйлеуге болмайды. Яғни ол бір шектеу болды да. Бұл жерде арманымды өзім қалаған деңгейде жасап көруге подкаст YouTube платформа мүмкіндік берді. Екіншіден, Бақытгүлмен кездесіп, екеуміз атың шықпаса подкаст жаса деген кітапты жаздық. Мен енді бұйырса, амандық болса, наурыз айында жазушылар резиденциясына қатысайын деп жатырмын. Яғни арман алдамайды. Сен бәрі кішкентай кезіңде, бала күніңде бір ойыңда болған нәрселерге сен 10 жыл болсын, 20 жыл болсын, қандай да бір уақыттан кейін келеді екенсің. Бір сондай өзімде бір фрилансқа қорқыныш болды, әсіресе қаражат жағынан, бірақ маған рухани мүмкіндіктер үшін, энергия үшін, өзімді толыққанды өмір сүріп жүретін тұлға ретінде сезіну үшін ол бір сондай мүмкіндік берді. Айнель, көп рахмет. Біздің алғашқы жобамызға келісіп, біз енді қауырт болды, бір суырып жұлып алғандай болдық қой, уақытында осы жерге алып келіп бір сағат деп сенен келісіп сұрадық. Көп рахмет, сәттілік жобаларыңа. Біз сырттай бақылап отырамыз, жетістігіңе қуанып отырамыз. Кішкене қиындық болса біз де уайымдаймыз, шынымен де жақсы болып кетсе екен деп тілекшіміз. Сырттай рахмет көп. Енді мен қобалжимын деп ойладым бірінші түсірілімде, ешқандай қобалжу байқамай отырмын. Даниярдан қорықтым, үндемей қалса, қай программада екінші адам мүлдем сөйлемейді деген сондай болып отырмаса болар еді дедім. Данияр да жақсы, кәдімгі. Біз енді қатты дайындалмадық, сенім болды ма, кішкене үрейде болды, сенімде болды. Енді бізде де келесі, одан кейінгі 4-ші, 5-ші түсірілімдер аман жетіп жатсақ, үрейде бар, бір жағынан қуаныш та бар. Әйтеуір бастап кетсек те, өзіңмен бастап кеткенімізде қуаныштымыз. Саған сәттілік, әрдайым жолың болсын, жобаларын жүзеге аса берсін. Өңірлерде бір серіктес керек болса, біз әрқашан қуана көмектесеміз. Ақтөбеге тағы келіп тұрсаң, әйтеуір таныстарым бар, достарым бар, әріптестерім бар деп сенімді түрде сенімді бол. Сол, Данияр, саған рахмет. Дебютымыз құтты болсын. Сосын не дейді, ютубқа шыққанда колокольчики жазылыңыздар. Енді ол жағын репетиция жасамаппыз, бірақ келесі түсірілімде оны дұрыстап. Сен бітпесе, бітсейші. Олай ма? Жоқ, бірдеңе басындар дейді ғой. Арнаға тіркеліп, лайк. Басындары, бізге тіркеліп қойыңыздар. Подкаст аудиоға да ашамыз, видеоға да ашамыз. Сол себепті. Енді мен подкастта көргендерім ғой. Соны құнттап қарамап, жаңа ойланып отырмын, қолды қалай ұстау керек. Амандық болса оған да жетеміз, жүре бара түзелеміз деп ойлаймын. Көп рахмет. Сендерге де сәттілік, рахмет. Мен үшін де бір ыңғайлы, өте комфортно дейді ғой, жақсы көңіл күйде өткен эпизод болды. Подкасттарыңа сәттілік. Тастамаңдар. Мен әр адамдарға, подкаст саласына келетін әріптестеріме айтамын, ең бастысы тастамаңдар. Себебі әдетте айтады ғой, бір 50 эпизод жазу керек деп, оның бәрі 10,000 сағат жұмыс істеу керек деген сияқты бір енді адамдардың өзіне қойып алған межелері бар ғой. Бірақ меніңше әр іс-әрекеттен бір
жылдам нәтиже күтпей, жылдам бір танымалдылық, жылдам бір пайда күтпей, шын ниетпен, үлкен қызығушылықпен жасай берсеңіздер, оның ертелі ме кеш пе нәтижесі болады. Және бір ғана адам көріп, тіпті содан қандай да бір ой түйіп, сыни машығын қосып жатса, ол контент өндіруші ретінде сіздің де біздің де жеңісіміз. Сондықтан цифрға, адамдардың пікіріне басында көп қарамау керек деген бір менде өзімнің қағидам бар. Іске сәт, бір алғашқы блин комон болмады деп ойлаймын. Бізді көрген адамдар, тыңдаған адамдар міндетті түрде комментарий қалдырсын, жақсы, жаман, біз бәрін тыңдаймыз. Тілші подкастқа жазылыңыздар. Кеңес, бата. Иә, тілші подкастқа жазылыңыздар. Ақтөбе өңірден шыққан бір мықты подкаст, сіздердің подкасттарыңыз болсын. Данияр жүгіру жайлы сұрайма деп еді, сұрамады, бірақ келесі жолы тағы шақырыңыздар. Енді мен ойлап тұрмын, сіз бізді ой детоксқа солай ма? Иә, амбициясы жаман. Сіздер енді амбициозды жігіттер екенсіздер. Асқардың мақсаты ой детоксты поглощать ету ғой. Сенікі замандаспен деп сөзге шығу. Іске сәт, иә. Рахмет, жазылып қойыңыздар. Келесі эпизодымызды күтіңіздер.